Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Қалың елім қазағым тарауы бойынша Абай Құнанбайұлының шығармашылығына арналған сабағымызды жалғастырамыз. Ұлы ақынның өлең жолдары мен қара сөздерінің көпшілігі бүгінгі күнде афоризмге айналып, халықтық сипат алып кетті. Алып ақынның ұлылығы да осында жатса керек. Ендеше сабағымызды даналық ойдан нәрізде тақырыбындағы ой қозғау тапсырмасымен бастасақ деймін. Өздеріңізге ұсынылған даналық ойдың жалғасын тез әрі сәтті табатындарыңызға сенімдімін. Тамағы тоқтық, жұмысы жоқтық. Толғауы 90 қызыл тіл. Көңілсіз құлақ. Жауаптарыңыз дұрыс, өте жақсы. Бұл афоризмдер Абайдың сегізаяқ өлеңінен алынған. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Абай Құнанбайұлының сегізаяқ өлеңі. Сабағымыздың мақсатына сәйкес сіздің меңгеретініңіз өлеңнің композициялық ерекшеліктерін талдайсыз, өлеңнен алған үзінділерді шығармашылық жұмыстарда қолданасыз. Абайдың сегізаяқ өлеңі оқшау тұрған соны туынды. Ұлы ақынның жазушылық еңбегінің орта тұсында туған үлкен бір белгісіндей әрі мол, әрі бар жағынан көркем, келісті шыққан зор шығарма деп баға берген екен Мұхтар Әуезов. Шебер үйлесіммен жазылған өлеңнің идеялық, көркемдік қуаты тіптен жоғары. Оқушылар, алдымен өлеңнің мазмұндық желісіне тоқталамыз. Сондықтан хрестоматиядағы өлеңнің толық нұсқасын ашып қоюларыңызды өтінемін. Бірінші шумақты оқыңыз. Алыстан сермеп, жүректен тербеп, шымырлап бойға жайылған, қиуадан шауып, қисынын тауып, тағыны жетіп, қайырған. Толғауы 90 қызыл тіл, сөйлеймін десең, өзің біл. Ақын өлеңі қалай, қандай сезіммен басталады? Өз ойыңызды білдіріңіз. Екінші шумақта Абай, білгенге маржан, білмеске арзан, надандар бақыра ала алмас деп сөзін кімге арнағысы келді? Ол неге қиналады деп ойлайсыздар? Абай аталарыңыз ғылым таппай мақтанба өлеңінде адам болу қағидасын ұсынды. Естеріңізге түсіріңіз. Ақын қандай 5 асыл істі өсиет етеді? Ал қандай 5 дұшпаннан қашық болу керек дейді? Керемет, дұрыс айтасыздар. Сегізаяқ өлеңінде де Абай адамды аздырар 5 дұшпанға бой алдырған замандастарының дертті қылықтарына қаны қайнап жаны ашиды. Ендеше осы шумақтарды тауып мәнерлеп оқыңыздар. Әрине, дұрыс таптыңыздар. Осы шумақтарда Абай өз замандастарының ұятын, арын оятқысы келеді. Оқушылар, Абай замандастарының дертті қылықтарын бетіне баса айта отырып, одан құтылудың емін, ел болудың да жолын көрсетті. Бұл турасында алда сіздерге білімді бекіту тапсырмасы берілетін болады. Абай одан әрі ауырмай тәнім, ауырды жаным, қаңғыртты, қысты басымды деп өз басының мұңын толғап кетеді. Алайда бұл өлең жазылған 1889 жылы Абайдың басы аман, малы түгел, 4 құбыласы сай, дәулеті шалқыған шағы болатын. Ендеше Абай мұңының себебіне де осы сұраққа жауап болатындай өлең шумақтарын тауып ойларыңызбен бөлісіңіздер. Абайдың басындағы мұңы, іштегі дерті, халық мұңы, халқының дерті еді. Бұны өздеріңіз бірнеше шумақтан дұрыс байқай алдыңыздар. Өлеңнің алғашқы шумағында ақындық толғанысты байқасаңыз, соңғы шумақтағы ақынның көңіл күйі қандай? Оқып көрелік. Ағайым бек көп, айтамын ептеп, сөзімді ұғар елім жоқ. Моласындай бақсының жалғыз қалдым, тап шыным. Ақындық толғаныс, екінші айтушы мен тыңдаушы, үшінші заман адамдарына кектену, төртінші заман емі,
бесінші Абай мұңы, халық мұңы, алтыншы ақынның жалғыздық күйі. Сегізаяқ өлеңі несімен ерекшеленеді? Неліктен өлең сегізаяқ деп аталған? Осы сұрақтарға жауап беру үшін бірінші тапсырманы орындаңыз. Абай Құнанбайұлының сегізаяқ өлеңін құрылысына қарай талдаңыз. Дескриптор: сіздер өлеңді құрылысына талдайсыздар, сұрақтарға жауап бересіз. Абай замандастарының дертті қылықтарын бетіне басып айта отырып, одан құтылудың емін көрсетті. Екінші тапсырманы орындаңыз. Кестедегі тұжырымға өлеңнен мысал келтіре отырып, өз пікіріңізді білдіріңіз. Дескриптор: тұжырымды түсінесіз, өлеңнен мысал келтіріп, өз пікіріңізді білдіресіз. Орындаған тапсырмаңызды ықтимал жауаппен салыстырып көріңіз. Оқушылар, енді оқу тапсырмасына назар аударыңыз. Хрестоматиядан Абай Құнанбайұлының сегізаяқ өлеңінің толық нұсқасын оқыңыз. Сегізаяқ өлеңінен өзіңе ұнаған үзіндіні қолдана отырып, идеясын 4 сөйлем тәсілімен түйіндеп жазыңыз. Дескриптор: үзіндіні таңдайсыз, үзіндінің идеясын 4 сөйлеммен түйіндеп жазасыз. Оқушылар, сіздер сегізаяқ өлеңінің композициялық ерекшелігін анықтап, шығарма үзінділері бойынша тапсырмалар орындадыңыз. Енді бүгінгі сабақты желкенді бояу арқылы қорытындылай аласыздар. Абай атамыз: біріңді қазақ, бірің дос, көрмесең істің бәрі бос деп, халқын бірлікке, ынтымаққа шақырады. Бұл бүкіл қазақ халқының ел ұраны болар құдіретті сөз. Еліміз тыныш, жұртымыз аман болсын, бірлігі жарасқан бақытты ел болайық. Назарларыңызға рахмет.